Видео басталмас бұрын ойын ойнайық. Фотодағы әйелді тап. Я, дұрыс. Келесі фото. Молодец. Келесі. Тапсаң да таппасаң да сол. Мені түсінбедің бе? Әйел, сол жақта деймін. Я, мені таң алып тұрмын. Әйел, қыздар дегенде есімізге не түседі? Сұлу, көркем мінезді, сұлулығына көзің тоймайтын, қарап тұра беретін нәзік жандылар есімізге түспей ме? Солай ма? Конфит арнасына қош келдің көрермен. Бүгінгі тақырыпта осы стереотипті бұзып жүрген нәзік жандылар туралы айтатын боламыз. Сен таң қалдырып, көзің орбитасынан шығарамын. Көп созбай ермей кетіп бастайық. Джейд Каргил бойы 77 см және салмағы 72 кг. Үлкен көлеміне қарамастан әйелдіктігін, нәзіктігін жоғалтпаған нәзік жандылардың бірі. Сонымен қатар кәсіби күреспен айналысады. 4 жасар қызының анасы. Бизнеспен және моделдікпен айналысады. Бизнес модельдік. Неважно. Өмірлік философиясымен өте ынталандырады. Сондай өш. Бала кезінде Джейд жай ғана баскетбол ойнап, бір үлкен жетістіктерге жетемін деп 10 ұйықтаса түсіне кіріп шықпаған. Бірақ ол спорт залға алғаш рет келген кезде оның денесі спортқа деген таланты бар екенін байқаған. Және Джейд жаттығулардың өздеріне өте қатты мән береді екен. Залда көптеген қыздарға қарағанда өзін аямай тренировкаға беріліп жасайды. Кейбіреулер оны ер адамға ұқсайды деп айыптайды. Бірақ менің ойымша бұндай мәлімелерді көбінесе ер адамға да ұқсамайтын адамдардан келеді. Егер сіз оның жаттығу әдістеріне, барлық түріне қарасаңыз, неге ол соншама құрғақ, май жоқ қой деген сұрақ қоймау керек екен. Оны туындамау тиіс, өйткені миды ашытпаңдар. Сонымен қатар жоғарыдағы айтқандай, Каргил әлі де әйелдік болып қала беруді жоспарлап отыр. Жоспар күштеген. Бұлшық ет массасын одан әрі арттырмақ емес. Дегенмен бұл ерекше форма үлкен жетістіктерге, модель бизнесіне, кәсіби күреске жолын ашып, оны сол жерде фаворит етті. Юля Винс. Фотодағы күлімсіреген Юляны көрген адам бұл сән әлеміндегі немесе теледидардағы сәтті карьера жасай алатын әдемі қыз деп ойлайды. Бірақ бүгінгі таңда Юля Винс пауэрлифтингпен әлеуметтік желілердің нағыз жұлдызы. Ол өзінің Instagram парақшасында 10 миллион астам жазушысы бар. Ол өзінің нәзіктілігімен және дамыған бұлшық еттерімен ерекше сүйкімді келбеті арқасында танымал болды. Мұндай образ үшін адамдар Юляны мускулистая Барби деп атап кеткен. Ал бұл лақабат уақыт өте келе оның екінші есіміне айналды. Бала кезінде Юля спортқа тіпті пауэрлифтингке де қызығушылығы танытпаған. Мектепте оқып жүргенде ол музыканы жақсы көрді және спортқа деген мүлдем қызығушылық болмаған. Алайда 15 жасында шамамен 45 кг салмағында Юля өзіне сенімді болу үшін және күшті болу ниетімен ауыр атлетикамен айналыса бастады. Кейіннен ол спортты жақсы көре бастады. Оның сыртқы келбетіндегі барлық өзгерістен ләззат ала бастады. Фитнес залға барып жүрген жігіттеріңіз бар шығар, иә? Іштеріңді күйдірейін сендердің. Өз салмағында 68-69 кг бола тұра. Силовой рекордтар міне. Приседания 253 кг. Мәсаған. Жим лежа 165. Становая тяга 193 кг. Енді оның келбеті фотомонтажға ұқсайды және басқаларды таң қалдырады. Біреу оны жақсы көрсе, бұны дұрыс бағыт деп санаса, ал біреуі қыздың мұндай күйде көрмеу керек деп хейт жасайды. Наталья Кузнецова. Бұл Құдай сақтасын мұндай. Экстремалды әйелдер бодибилдингнің ең жарқын өкілі спортшы Наталья Кузнецова Трухина.
14 жасында Наталья силовой спорт түрлерімен айналыса бастады. Ал 16 жасында Забайск өлкесінде бодибилдинг бойынша абсолютті чемпион атанды. 2013 жылы академияны бітіргеннен кейін ол жарыстарға шындап дайындала бастады. Жетістік ұзақ күттірмей 2014 жылы Наталья Кримдағы арфлифтингтен әлемдік рекорд орнатып, Поддубной кубогына барып, онда да ол жерден де армлифтингтен чемпион болды. Сол жылы ол жатып көтеру бойынша чемпион атанып, әлемдік рекорд орнатты. Түсінбей отқан шығар. В общем, жим лежа. Жалпы алғанда Наталья Трухина жим лежадан және станом тяга сияқты силовой спорт түрінде 12 еуропалық және ұлттық рекорд орнатқан. 12! Натальяны YouTube желісінде жиі көрмейсің. Жоғарыдағы спорт паза, өзің паза, қайттам. Натальяны YouTube желісінде жиі көрмейсің. Жоғарыдағы спорт фаза арнасының жүргізушісі, Ресей YouTube'ындағы денесі үлкен ютуберлердің бірі Алексей Молкшинмен сирек сұхбатындағы суреті бар. Мұнда Алексей өзінің үлкендігіне қарамастан Натальядан қарағанда кішірек көрінеді екен. Даже мистер Олимпия егері Шон Роден қасында үлкен көрінеді. Бұл жерде мистер Олимпия кім екен түсінсіз айыра алмайсың. Қорытындай келе, өзің қорқақ мал бол. Қорытындылай келе, қоғамның әйелдер бодибилдигіне қатысты барлық қарама-қайшы пікіріне қарамастан Наталья Трухина құрметке лайық. Осымен жігіттер, қыздар, әйелдер, гейлер, лесбиян, трансгендер, общем адамдар қауымы. Сенің бицепсінен мыналардың балтырлар үлкендігінен көріп, қайғырып, депрессия, спорт тастап, общем бит-бычт болып кетпе. Не болса да видеодан аузың ашылып қалған деген ойдамын. Общем, осы видеода активность жақсы болатын болса, екінші часть шығарамын. Ол жерде вообще трэш, аны бағана бірінші фотодан, ойбай, одан жаманы бар. В общем, ну тогда давайсыңдар. Давай, пока, в общем, келесі видеода көріскенше.